Сәлем менің оқырманым, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз таңғы асқа осындай пышный панкейки пісіретін боламыз. Ешқандай майсыз, құрғақ, өте әдемі болып піседі. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа, 1 стакан айран, шым-шым тұз, 1 шай қасық ас содасы, 4 қасық құм шекері қажет. Ең алдымен біз ыдысқа жұмыртқамызды құямыз және оны жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқадан кейін әрине біз қантты саламыз. Қантты шетінен қосу арқылы жұмыртқамен жақсылап араластырамыз. Жұмыртқа мен қантқа шым-шым тұзымызды саламыз және оны да жақсылап араластырып алуымыз қажет. Яғни осындай болып шығады. Енді біз осы жұмыртқа мен құм шекерімізге айранымызды құямыз. Айран бөлме температурасында болғаны дұрыс. Бұл жерде айран әркімде әртүрлі болуы мүмкін. Менде үй айраны, сондықтан қою. Осыдан кейін біз ас содасын саламыз. Ас содасы мен айран бізде реакцияға түсіп, көпіршік пайда болады. Қажетінше ұн саламыз. Менде осы жерде шамамен 300 грамм ұн кетті. Оның барлығын бірден қоспаңыздар, шетінен қосып отырған дұрыс. Енді барлығын жақсылап араластырамыз, ешқандай түйіршік қалмауы керек. Яғни біздің қамырымыздың сұйықтығы осындай болады. Қою қаймақ сияқты деп айтсақ болады. Енді осы дайын қамырды қызып тұрған сковородкада пісіреміз. Алдын ала қыздырып аламыз. Табаға ешқандай май жағудың, май құюдың керегі жоқ. Ешқандай майсыз пісетін біздің өте әдемі панкейктарымыз. Осылай қазір мен 2 қасық құйдым. Сіз өзіңіз қалауыңыз бойынша сәл үлкендеу қылсаңыз да болады, немесе бұдан сәл кішілеу қылсаңыз да болады. Қазір видеода байқап қарап отырсаңыздар, біз осы панкейктардың бірінші бетінің піскенін байқаймыз. Яғни ол міне көпіршіктер шықты. Значит, біздің панкейктарымыздың бір жағы пісті деген сөз. Енді келесі бетіне аударамыз. Өте мұқият аударыңыздар. Өте оңай таңғы ас. Міне екіншісін аударамыз. Қаймақпен, сгущенкамен ұсынсаңыздар болады. Ас болсын, менің каналыма тіркеліңіздер.